Айсұлтан Сараға сезімін білдірді. Күтпеген сұмдық жағдай орын алды. Мұндайда Абзал Харди мен мисс Мөлдір қызымыз күтпеді. Сара әлеуметтік желідегі парақшасында Айсұлтанмен күнделікті араласатын. Олар тіпті сағат сайын тікелей эфирде бірге уақыт өткізеді. Басында олар достық қарым-қатынаста сөйлесті. Содан кейін, яғни бір күннен кейін олардың достығы бұрынғыдан да байыпты болды. Айсұлтан Сарамен жақын араласты. Айс Сарадан жігітің бар ма деп сұрады. Сара менің басым бос деп жауап берді. Сара Айсұлтанның Қосылайық жобасында қатысушы екенін біледі. Сондықтан оған көп сұрақ қойғанды ұнатпады. Айстың Сараға деген қызығушылығы одан сайын арта түсті. Айсұлтан тіпті Сараға деген сезімін де жасырмады. Сараның көзіне қарап қолымен жүректі көрсетті. Және Сараға эмоциясын білдірді. Сара да кетер емес. Маған Айстың сөзі мен әрекеті, оған деген жылы көзқарасы ұнады, деді Сара. Сара сонымен қатар Айсқа құмарлана қарап, қолын көтеріп жүректі көрсетпек болды. Желі қолданушылары Айсқа қатты алаңдады. Ертең Абзал көрсе, Айс сені ұрады. Айс, сенің быт-шытың шығады. Абзал сені аямайды деп жарыса жазды желі қолданушылары. Айс мақтанып Сарадан кім краш деп сұрады. Ал Сара әрине Айсұлтан Қосылайықтың крашы деді. Естеріңізге сала кетейік, краш төңірегіндегі дау шыға түсті. Көрермендер краш Айсұлтан емес, Абзал деп жазып жатыр. Оған себеп Мөлдірмен екі жаққа кеткен Айс краш атағынан айырылған болатын. Оның орнына Абзал краш деп жатыр көрермендер. Желі қолданушылары Сарадан Айсқа үміткер ретінде келесің ба деп сұрады. Сара бұл сұраққа күліп, Айсқа қарап жауап бермеді. Сара Айсқа тек көзімен барамын деген сияқты мегзеді. Көрермендер Айс пен Сара жақсы жұп болады деп жазды. Айсұлтан Сарадан тікелей эфирге қайта кіресің ба деп сұрады. Ал Сара, мен міндетті түрде кіремін. Бірге кіріп сөйлесейік деді. Еске сала кетейік, Қосылайыққа қатысушы ретінде барған Абзалдың соңынан Сараның міндетті түрде келетінін көрермендердің барлығы жазған болатын. Және бұл шындыққа айналуы керек. Себебі Сара Айсұлтанды пайдаланып Абзалды қызғандырғысы келе ме, жоқ па, ол жағы әзірге белгісіз.